Ассаламу алейкум, менің есімім Айгүл, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін қарапайым заттардан жылдам дайындалатын какаолы печенье жасауды көрсетемін. Сізде дәл осы рецептпен жасап, қалай шыққан комментарийге жаза кетіңіз. Алдымен ыдысымызға орташа 2 жұмыртқаны жарамыз, үстіне 150 грамм құмшекер және 70 грамм сұйық май құямыз. Қасықпен немесе венчикпен біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Бөлек ыдысқа 350 грамм ұнды елеп аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель және 2 ас қасық какао қосамыз. Бағанағы сұйық массамызға ұнды қоспамызды 2-3 бөліп саламыз. Жұмсақ, сәл қолға жабысатын қамыр иленеді. Қолымызды сұйық маймен майлап, қамырдан кішкентай шариктер жасаймыз. Менде 32 штук печенье шықты. Үстіне қалаңызша сахарная пудра сепсеңіз болады. Пешті 180-200 градусқа дейін қыздырып, 15-20 минуттай пісіреміз. Әркімнің пешінің қызуы әртүрлі болғандықтан, жалпы орташа отта пісіреміз. Какаолы печеньеміз жұмсақ болып шығады, шаймен ішкенге өте керемет.